Қазақтың басы бірікпейді, қырық қырау, қырық рулы ел, қырық тектен жаралған деп айтылып жүрген сөздердің негізсіз екенін көрсететін, біртектілігі жөнінен әлемде ерекшел екенімізді дәлелдеп, тайға таңба басқандай қылып жазып, осы зерттеуге бүкіл өмірін арнаған тұлғаны білесіз бе? Баршаңызға ассалаумағалейкум. Бұл шын тарих. Қазақ даласында осы уақытқа дейін өмір сүріп келген халқымыз 300-ден құралған. Оның ішінде сан алуан ру мен тайпа бірлестігінің көптігіне қарамастан ешқандай айырмашылықтың жоқтығын және біртұтас халық екендігін ғылыми түрде дәлелдеп берген профессор Оразақ Смағұлұлы. Ол қазақтардың антропологиялық сипаттамасын анықтауға бар күшін салып, адамның бейнесін, бас сүйегі, құрылысы, май бүрмелерін ғылыми түрде зерттеген. Бұл жұмысын профессор 1966 жылы бастайды. Сол уақыттағы республиканың 19 облысын толық аралап, зерттеу жүргізді. 13 жастан бастап 60 жасқа дейінгі адамдар зерттелді. Соның ішінде 18-60 жас арасындағы ерлер мен әйелдердің бір халық екендігі дәлелденді. Кейін 13-17 жас арасындағы алғашқы шыққан тіс бедерлерінің генетикалық ерекшелігіне аса мән берілді. «Население Казахстана от эпохи бронзы до современности» деп аталатын кітабында бұдан 4000 жыл бұрын өмір сүрген, көне қазақ жұртын мекендеген тайпалардың қаңқа сүйектерін қазіргі қазақтардың қаңқа сүйектерімен салыстырып, арасындағы антропологиялық морфологиялық байланыстар анықталды. Бұл аса күрделі зерттеуде адамдардың қан жүйесінің анықтамасын жинады. Тұрғындардың саусақ пен алақан тері бедерлерінің жеке қолтаңбалары алынды. Осы зерттеу нәтижелері қазақтардың жүзге бөлінбейтінін дәлелдеді. Бұл биологиялық және этнотарихқа бөлінбейтінін көрсетті. Тіпті қазақ тілінде диалект жоқ, яғни батыс қазақ мен шығыс қазағының жазуы мен ауызекі сөйлеуінің ортақтығын анықтады. Мұны академик Нығмет Сауранбаев толық дәлелдеген. Алтай мен Маңғыстау қазақтарының арақашықтығы 3000 шақырым. Солтүстік қазақтар мен Шымкент қазақтарының арасында 1000 шақырым болса да, олардың арасында антропологиялық айырмашылықтары өте аз. Дәстүрі мен өмір салтында да айырмашылықтың жоқтығын дәлелдеді. Антропологиялық конференцияларда қазақтың біртектілігі жөнінде жасаған баяндамаларында шетел ғалымдарын таңғалдырған. Шетелдегі мұндай зерттеулерде мысалы Бавария мен Силезияның немісі, Архангельск пен Воронеж орысы арасындағы тағы басқа халықтарда қазақтардағыдай бірегейлік көрсеткіштері өте төмен болған. Мысалы Швейцарияда 9 миллион халық тұрады. Солардың 28 ауданы, 28 диалектісі бар. Швейцарияның жері Қазақстан жерінен 66 есе кем. Мінеки, осындай санмен қарасаңыз шығыстан батысқа дейін диалект жоқ. Бұдан артық тұтастық қайда бар? Әлемде мұндай бірлігі бар халық жоқ. Түркмендерде қаншама ру болса соншама диалект бар. 100-ге руға бөлінген қазақ көп. Мұндай ғылыми зерттеулерден кейін трайбализм жай дәстүр атрибутикасы болып қалар. Біздің бірегей тарихымызға ешкім қол сұға алмайды. Бас-басына би болған өңшең қиқым кетірді ғой елдің сиқын дегендей, әркім тек қана жеке басының қамы үшін әрекет етпей, сәл болса да ұлт тағдырына жәрдемші болатын уақыт келді. Камераға әлдебіреудің тапсырмасымен патриот болмай, бірегей халықтың бірлігін қашырмайтын ұлт жанашыры болайық. Дербес, тапсырыссыз жұмыс жасайтын қазақи арнаға қолдау көрсету үшін тіркелу және қоңыраушаға басу.